және қақтығыс жазықтар аралында болды. 4-ші күннің басында пропаганда таратушы Сайтфолдың жазықтар аралына шабуыл жасайтынын айтты. Хорус Краун қызыл код жариялады. Жазықтар аралындағылардың барлығы шулай бастады. Оның ішінде таверна салған орталықта орналасқан адамдар да бар. Мен барменшімен сөйлескен кезде, тавернаға қош келдіңіз, керемет sıрадан ләззат алыңыз, өйткені бұл соңғысы болуы мүмкін. Осыдан кейін сендер Сайтфолд шынымен не істеп жатыр екен деп ойлайтын шығарсыңдар. Шындығында оның өзі неліктен олай болғанын түсінбей жатыр екен. Себебі оның ешкімге шабуыл жасағысы келмеген. Пропаганда таратушы өтірік айтқан. Олардың не айтқанын білмеймін. Ешкімге шабуыл жасағым келмейді, маған соғыс керек емес. Сені қораға кіргізді, сене алар емеспін. Бірақ екі тарапта соғысқа дайындалып жатты. Барлығы болмашы түсініспеушіліктің кесірінен. Сонда да Сайтфолд қолынан келгенше барлық басшыларға оның соғысты қаламайтынын айтқысы келді. Басқа көшбасшылар оған күмәнданды. Бірақ олар онымен тек бейтарап аумақта ғана кездесуге келісті. Сендерге соғысты қалайтынымды айтқан адам өтірікші. Онда бізге шындықты айт. Олар сөйлесіп жатқанда Хорус Краун құпия түрде жасырын тыңшыны Сайтфолдың ауылын іздестіруге жібереді. Бірақ ол білмеген нәрсе, Сайтфолда Хорус Краунның ауылына TNT қойып жатады. Бәрі тым қатты өзгеруге жақындағанда, жігіттер, біз бейбіт келісімге келдік. Сондай қиын текетірестің нәтижесі кризистің алдын алды. Біраз сөйлескен соң басшылар бейбітшілік шартын құрды. Мен жиналыстың көп бөлігін көре алмадым, бірақ не болғанын айтып берейін. Сайтфолд алдымен басшылардан олармен ашық болмағандығы үшін кешірім сұрады. Яғни оның қара аралмен қарым-қатынасы туралы айтып берді. Ол қарлы аралға тек бір адаммен сөйлесу үшін ғана барған екен. Оның есімі A-Fracking Turkey. Ол Эланиолоның ең басты қолбасшысы екен. Көшбасшылар өздерінің халықаралық қатынастарымен келіспейтінін айтты. Мысалы, Хорус Краун альянстарды жазықтар аралының ішінде жасау керектігін айтса, Сайтфолд басқа да аралдармен альянс құруды жөн көреді екен. Бірақ олар келіспеушіліктерін бір жолы қоя тұруға келісіп, пропаганда таратушыны қуып жіберді. Бұл осы қақтығыстың соңы болды. Ақыры 4 үлкен мемлекет пайда болып, ұлы жазықтар альянсын құрды. Жазықтар аралы соғысты алдын ала қоймай, бүкіл әлемдегі ең ұйымшыл аралға атанды. Сусындар тегін! Бірақ бұлай тек жазықтар аралы ғана емес. 4-ші күннің соңында барлық 4 арал гүлдене бастады. Бірге ресурс жинап жүрген қар аралынан бастап, шөл аралындағы сұлтанның жобасын құрушы құрылысшыларға дейін болды. Ол жоба үлкен қасиетті қалаға айналды. Тіпті джунглиде де 4-ші күннің соңында бейбітшілік орнады. Себебі олар әлі де тірі болғанына риза болды. Көп ұзамай келесі күнде келіп жетті. Бірақ адамдар серверге қайтып кірмес бұрын, админдермен мен бір кішігірім нәрсені қосуды шештік.